Сәлем достар, менің есімім Қайрат болады. Мен ағылшын және түрік тілдері мұғалімімін және педагог психологпын. Hi my friends, my name is Kairat. I'm an English and Turkish language teacher. Олай болса бүгінгі сабақты бастайық. Бүгінгі сабағымыз quiet және very сөздерінің айырмашылығы. Яғни quiet, кішкене аз ғана, және де very, өте, very деген мағынаны білдіреді. Олай болса мысалдарымызды келтірейік. Мысалға, this picture is very beautiful. This picture is very beautiful. Бұл сурет өте әдемі. Yeah? Басқа мысал беретін болсақ, this book is very interesting. This book is very interesting. Мына кітап өте қызықты. Quietқа келер болсақ, quiet кішкене аз ғана. Мысалға, the film is quite boring. The film is quite boring. Яғни, бұл фильм кішкене қызықсыз. Yeah? He is quite handsome. He is quite handsome. Ол кішкене әдемі. Осымен сабағымыз тәмамдалды. Көріскенше. Goodbye!